Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге мен өзім қолданып жүрген масканың рецептісімен бөлісетін боламын. Қарайған қол, күнге күйген бет, жаңағы дақтарға, шынтақтың қарайғанына арналған маска. Ең алдымен бізге осындай орташа картоп қажет болады. Және сабын. Сабынның дәл осы түрі даф. Және осындай марли қажет болады, немесе сито. Сабынды дәл осы дафтың огурцы түрімен, немесе ешқандай қоспа қосылмаған түрімен ғана жасайсыздар, басқа түрімен жасамайсыздар. Және терка қажет болады, терканың майда көзі. Картопты жақсылап терканың майда көзінен өткізіп алатын боламыз. Менде мына жерде жас картоп, жаңа піскен картоп болғандықтан сыртын жақсылап жуып, сыртымен бірге ашып жібердім. Осылай теркадан өткізіп аламыз, майдалап. Картопты теркадан өткізіп алғаннан кейін бөлек ыдысқа жаңа марлиге картопымызды салып, бізге картоптың суы қажет болады. Картоптың суын барлығын марли арқылы өткізіп дайындап аламыз. Және ағартушы маскалар жасаған кезде негізі түнде жатар алдында таза бетке дайындаған дұрыс. Себебі ағартатын маска жаққаннан кейін, немесе жақ болғаннан кейін мүлде 5-6 сағаттай күннің көзіне шықпау қажет. Егер шығатын болсаңыздар, дақтарыңызды одан беттер көбейтіп жібересіздер. Сол үшін мұны жатар кезде тазартылған бетке жаққан дұрыс. Міндетті түрде бетті тазартып алу керек. Кір болса маска әсер етпейді. Осылай картоптың суын сығып алғаннан кейін, енді бізге даф сабынының майда көзінен осылай терканың 2 шай қасықтай көлемде өткізіп аламыз бұл сабынды да. Сабынды өткізіп алғаннан кейін картоптың суына осылай 2 шай қасықтай салып, жақсылап сабын ерігенше осылай қозғап тұруымыз қажет. Шанышқының көмегімен қозғасаңыздар да болады. Міне осылай сабын толықтай еріп кету керек. Және масса сәл қоюлау болады. Қатты қою болмайды. Бірақ картоп екеуі бірге араласу керек осылай. Мінекей біздің маскамыз дайын болды. Міне көрдіңіздер, сабын толықтай еріп, осылай кішкене көбіктенді. Мен сіздерге қазір қолыма жағып көрсетемін. Осы тек бір қолыма, сол қолыма жағып көрсетіп жатырмын. Осылай қолмен жасап, массаж арқылы көздің айналасынан басқа жерін барлығына жағасыздар. Осылай 3-4 қайтара жағып, 30 минуттай ұстап беттеріңізде. 30 минуттан кейін жылы сумен міндетті түрде жуу қажет. Және міндетті түрде арқасынан крем жағасыздар. Түнгі крем немесе күндізде, түнде де қолданатын кремдеріңіз болса жағасыздар. Міндетті түрде осы масканы жасап, комментарийда өздеріңіздің ұнады ма, ұнаған жоқ па, міндетті түрде бөлісіңіздер. Және мен каналыма жазылып қойыңыздар, қоңырауша белгісін басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта жақсы маскалардың рецептін шығаратын боламын. Бірден ағартпайды, бірақ сезесіз сіз бір жасағаннан кішкене тон өзгереді. Аптасына 2 рет жасаған дұрыс дәл осы масканы.